Құрбан айт деп ертемен тұрған қауым, сіздерге арнап жолдаймын жыр жолдарын. Ақ жолынан Алланың адаспасаң, орындалар аңсаған түрлі арманың. Мол сауаппен сапардан оралыңдар, Мекке барып қажылық қылғандарың. Қасиетті мереке құтты болсын, мұсылманға сыйы ғой бұл даланың. Ибрахим пайғамбардың жолын беріп, қабыл болсын шалынған құрбандарың. Төле би көшесінің төрінен орын алып отырған құрметті қонақтар, бүгінгі құрбан айт мерекелеріңіз құтты болсын. Ізгі ниеттеріңіз қабыл болсын. Осындай үлкен мерекені, жаңа бүткіл мұсылман қауымының мерекесін біздің көшенің жастары, яғни азамат балдар, азаматша келіндер ұйымдастырып 3-4 жылдан бері дағдыға айналдырып келе жатыр. Алла тағала ұзағынан болсын. Amin. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله. Kölgen yer öz kolымен жазылған қасиетті хаты келген жер ананың сөзінен беріп қайратқа жігер қосылып іспенен жоғары келген жері Сондай, бұл Алланың алдындағы шындық. Мен осыны біз бұрын Наурыз мерекесінде атап өтетінбіз осы көшеге. Айман деген Шіренова, Айман деген апаларың бар еді марқұм. Баянменен ән айтады, мен домбырамен ән айтам. Осы көшенің сәні болып жүретін едік. Мінекей сұрдар құрбан айтты да жасайтын едік. Осы 2 жылдан бері кішкене сабыр сақтап едік. Мінекей көшемізге жаңа көше комитеті келді. Серік Саков деген Жанболат, Талғат, айналайындар, сендерге рахмет. Ақылдарыңнан айналайын, осыны ұйымдастырып отырған. Алла азаматтықтарыңнан айналайын. Осыны енді жылда құрбан айтымыз болсын, наурызымыз болсын, жалғастыра берейік. Баршаңның отбасыларың аман болсын. Малдарың, отбасыларың түгел болсын. Әрқашан тек қана жақсылықта ғана қауышайық.